Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Алтай ауданында болған Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев карьерден суды соратын станцияның жұмысымен танысты. Айта кетсек, кен орнының жұмысы тоқтатылғаннан кейін карьерде су жиналып, шағын көл пайда болған. Жергілікті мекенге қауіп төнбес үшін су мөлшері қауіпті деңгейден асқан кезде сорғы станциясы іске қосылып, артық суды ағызып отырады. Қазіргі су тасқыны кезеңінде қауіптің алдын алу үшін сорғы станциясы тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Одан бөлек жергілікті әкімдік бөгет салып, су өткізуші құбыр орнатқан. Күршім аудандағы Қалғытты өзені жауын-шашын салдарының арнасын асып, көлік жолында қауіп төндірді. Сондықтан жергілікті атқарушы орган өкілдері жолды жырып, тасқын су өтетін арна салды. Бұл оқиға жолдың 23-ші шақырымында болды. Аталмыш тасжол Аманат жолын нұсқау және Ақсуат ауылдарының арасын жалғайды. Бұл елді мекендерде 705 адам тұрады. Қазіргі уақытта тұрғындар айналма жол арқылы өтуде. Жолды қалпына келтіру жұмыстарына қажетті материалдар дайындалып, тасымалданып жатыр. Шығыс Қазақстан облысының әкімінің баспасөз қызметі су деңгейі төмендегеннен кейін жөндеу жұмыстары бірден басталады деп мәлімдеді. Сондай-ақ Күршім ауданының әкімі облыс шығыс жол коммуналдық кәсіпорындарының өкілдері оқиға орнында жүргенін хабарлады. Бүгін таңертең облыстық маңызы бар Теректі Оранқай Төсқайың жолының 13-ші шақырымның мәрмәр асуының маңында лай көшкін жүрді. Қазіргі уақытта тұрғындардың қауіпсіздігі мақсатында жол қозғалысы тоқтатылды. Аталмыш жол Төсқайын, Оранқай, Шанағаты, Балықтыбұлақ және Боғамүйіз ауылдарын аудан орталығымен байланыстыратын. 5 елді мекендерде 950 тұрғын бар. Облыс әкімі Ермек Көшербаев азық-түлік жеткізуді ұйымдастыруды тапсырды. Сондай-ақ жедел жәрдем көлігін өткізу мәселесі тез арада шешілуі тиіс. Болған жағдай туралы облыс шығыс жол қызметкерлері мәлімдеді. Оқиға орнында жергілікті атқарушы билік және төтенше жағдайлар қызметі жұмыс істеуде. Қазір қалпына келтіру жұмыстары бойынша ауыр техника жұмылдырылған. Полиция қызметкерлері кезекшілік ұйымдастырды деп мәлімдеді Шығыс Қазақстан облысының әкімінің баспасөз қызметі. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев Алтай ауданында мемлекеттік органдардың басшыларымен өңірдегі су тасқынына қарсы ахуал бойынша жедел кеңес өткізіп, тасқын жүру қаупі бар барлық аудандарға тәулік бойы мониторинг жүргізу керектігін атап өтті. Аталған аймаққа 12 Алтай ауданы бойынша 12 елді мекен кіреді. Ермек Көшербаев кез келген өзгерістерге дайын болып, мемлекеттік орган басшыларына жедел ден қою жоспарын құруды тапсырды. Облыс әкімі баспасөз қызметінің мәліметінше, жедел кеңес барысында облыс әкімі елді мекендерді абаттандыру жұмысына баса назар аудару керек екенін ұсынды. Жерлестер экологиялық шараларға белсене қатысуды тапсырды. Облыс орталығында таза ойындар акциясы өтеді. Іс-шараға қатысушы қала тұрғындары Ертіс және Үлбі өзендерінің жағасын тазалайды. 20 сәуірге жоспарланған акция Таза Қазақстан экологиялық науқанын қолдау мақсатында өткізіледі. Қатысушылар қос өзен жағалаумен қатар Назарбаев даңғылындағы 80-1 үйдің маңын қоқыстан тазартады. Айта кетелік, облыс орталығында таза ойындар акциясы осыған дейін де өткізілген. Бұл іс-шараға қала жастары белсене қатысқан болатын. Облыста 58 адамды кене шағып медициналық көмекке жүгінген. Олардың 34,5%-ын 14 жасқа толмаған балалар. Дегенмен облыс аумағында кене инфекциялар мен ауыр жағдайларды тіркелген жоқ. Көп жылдық эпидемиологиялық талдау нәтижелер көрсеткендей, өңірде аурудың алғашқы жағдайлары мамыр айынан бастап тіркеледі. Шығыс Қазақстан облысы бойынша кене энцефалитінің табиғи ошағы Глубокий, Зайсын, Алтай, Катонғара, Самар, Ұлан, Шемонайха аудандары мен Риддер, Өскемен қалаларының маңайы екені айта кеткен жөн. Шығыс Қазақстан облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департамент кене энцефалитінен қорғау үшін жеке басты қорғаудың қарапайым шараларын орындауды еске салады. Табиғат аясында шыққанда жәндіктің киім астына кіруін шектейтін қорғаныс киімін кию керек және кенені денеге жолатпайтын заттарды қолданған дұрыс деп санайды. Сонымен қатар өзін өзі және қасындағы адамның денесін әлсін тексеріп тұрған абзал екен.
Құрметті ағайын, біз түйіндедік. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын. Еліміз түрлі пәле жаладан аман болғай.